Бокстан қарулы күштер арасында өткен әлем чемпионатында қызылордалық Қамшыбек Қоңқабаев алтын медаль олжалады. 23 жастағы Қамшыбек қолғап түйістіру бойынша жаһандық жарыста жеңіске жеткен облыстағы алғашқы спортшы. Бәсекеде 26 мемлекеттің боксшылары шеберлік көрсетті. Жалпы есеп бойынша қазақстандық спортшылар 7 алтын, 1 күміс және 2 қола медаль еншіледі. 91 келіден жоғары ауыр салмақта сынға түскен Қамшыбек Қоңқабаев Пәкістан, Кувейт және Бразилия боксшыларын ойсырата жеңіп, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативін орындады. Қазақстан ұлттық құрамасының қатарына алды. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы Ғалым Байғұндиев баптайтын сырбойлық боксшы енді Олимпиада ойындарына лицензия алудан үмітті. Финалдағы жекпе-жегім ауыр болды. Бразилиялық. Онымен 2010-да Америкада кездесіп, соған несие беріп, соған атылып қалған тұрмын. Осы жарыста дайындық жақсы болды. Аллахтың қалауымен жеңіске жеттім. Кубок президенті болады. Июльдің 7-сіне басталады алла жазса. Сол жерде қарай азиатский еврейға отбор болады. Досым Свайф Рустаммен бірге сол жарыста Құдай қаласа жеңіске жетеміз деген үміттеміз.